Армысыздар, құрметті көрермендер. Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық. Арамайла, зорлықсыз мал табалық. Өшпес өмір, таусылмас мал берерлік. Бір білімді, данышпан жан табалық. Шәкәрім, қазақ мәдениеті тарихында орны зор, еңсесі биік ерекше тұлға. Бүгінгі бейнеролигіміз қазақ ақыны, ойшыл аудармашы философ Шәкәрім Құдайбердіұлына арналады. Шәкәрім Құдайбердіұлы ағартушы, ақын, жазушы, аудармашы, сазгер, тарихшы және философ. 1858 жылы ол Семей облысы, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Қарауыл ауылында Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. Қазақтың ұлы ақыны, ағартушы әрі өзінің немере ағасы Абай Құнанбаевтан тәрбие алған. Абай оның азамат әрі ақын болып қалыптасуына үлкен үлес қосқан. Ол шығыс және батыс классикалық әдебиеттерін оқиды. Өз заманының білімді адамының бірі болған. Орыс, түрік, парсы, араб тілдерін жетік меңгеріп, философиялық, діни психологиялық еңбектерді көп оқыған. Жастық туралы, кәрілік туралы, кел жастар, біз бір түрлі жол табайық өлеңдерінде жастарды Абайдан білім алуға шақырса, өлең жырларында өмір, сәнқойлар, ызақорлар, құмарлық, қалжыңбас, тойымсыз нәпсі атты өлеңдері жағымсыз қылықты сынға алған. Жастарға иманым, тағы да басқа өлеңдері шынайы сезім, адамшылдық білімге деген құштарлықты жырлаған. Қалқаман мамыр, еңлік кебек, айсұлу, нартайлақ, кірес патша, Ләйлі Мәжнүн поэмалары қазақ халқының қалыптасу тарихы туралы, түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі, шежіре, мұсылмандық шарты, үш анық философиялық трактаты, бәйшешек бақшасы философиялық ойлардың нұсқасы ретінде баршаға таныс. Шәкәрім Александр Сергеевич Пушкиннің Дубровский және Метель шығармаларын қазақша өлең түрінде, Толстой, Физули, Хафиз әңгімелерін өлең және проза түрінде, Фердаусидің Ләйлі Мәжнүн поэмасын еркін аударған. Шәкәрім Абай дүниеден өткен соң 1905 жылы қажылыққа Арабия, Түркияға барып, белгілі Александр кітапханасында жұмыс істейді. Қайтып оралған соң Шәкәрім туған ауылынан жыраққа кетіп, әдеби шығармашылыққа бет бұрады. 1917 жылы ауылда, 1925 жылы өмірінің соңына дейін Саятқора аңшылық үйінде тұрады. 1931 жылы 73 жастағы ақынға бай құлақ элементтермен байланыста деген айып тағылып, ату жазасына кесіледі. 1988 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығы толығымен ақталады. Шәкәрім әндері. Шәкәрім Абайдың сазгерлік дәстүрін әрі қарай жалғастырушы. Шәкәрім жастайынан домбыра тарту, гармонда ойнау, ән айту сияқты өнер түрлеріне ден қойған. Оның әсем сазға толы жастық, шын сырым, анамнан алғаш туғанымда, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек тағы да басқа әндері бар. Адам болып тудым, адам атымды ақтайын, көп үшін, халық үшін, келешек ұрпақ үшін еңбек етейін, кейінгі ұрпаққа үлгі аларлық із белгі қалдырайын, адам атым өшпесін, тарихқа аз да болса үлес қосайын деген ойда болдым. Келешектің ойын ашайын деп жаздым. Өз заманым үшін жазғам жоқ, келер дәуірдің адамы үшін жаздым дейді нақыл сөзінде. Осымен қазақ ақыны, ойшыл аудармашы философ Шәкәрім Құдайбердіұлына арналған бейнеролигіміз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.